Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай бір кесе айраннан жасалынатын өте дәмді тіске басыр жасаймыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Ең бірінші таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Оған бір қасық тұз және де бір қасық қант салып араластырамыз. Барлық керекті заттар описаниеда жазылған, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Рахмет. Және де осы жұмыртқалы массамыздың үстіне айранымызды құямыз. Айранымыз біздің бөлме температурасында болғаны дұрыс. Және де жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де осы массаның үстіне алдын ала үккіштен өткізілген шыржық, ірімшік және де туралған көк шөптерді саламыз. Менде бұл жерде көк шөптің орнына петрушканы турап қойдым. Осының барлығын айранды массамыздың үстіне салып, лопаткамның көмегімен араластырамыз. Петрушка болмаса, укроп немесе көк жуаны да қоссаңыздар болады. Осыны жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Және де массамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Және де осыдан қамыр илейміз. Лопатканың көмегімен араластырып, кейін қолмен де қамыр илесеңіздер болады. Және де бір шай қасықтай ас қопсытқышты саламыз және де араластырамыз. Ал енді үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, оның үстіне қамырымызды қоямыз және де оқтаудың көмегімен жұқалап етіп жайып аламыз. Міне біз осындай оқтаудың көмегімен жайып алдық. Енді осының
қалыңдығы 1 сантиметрдей болады. Енді осындай кескіштің көмегімен немесе домалақ кескіштің немесе пышақтың көмегімен бірдей етіп кесіп аламыз. Осындай ұзынша болуы керек. Және де пешімізге майымызды алдын ала қатты қыздырып аламыз. Бұл жерде менде сұйық май. Соның үстіне біртіндеп саламыз және де екі жағы да қызарып піскенше пісіреміз. Біздің осындай қамырымыз сәл көтерілуі керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай бір кесе айраннан қаншама дәмді бауырсақ десек те болады осындай шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіске басарға өте керемет шығады. Тіпті қонақтар келгенде де осындай жасап берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасаңыздар. Менің видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.